Кайырлы күн достар, бүгін біз айранмен жасалатын панкейк жасайтын боламыз. Алдымен видеомды көрмес бұрын лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызды жарып, табағымызға саламыз. Және де үстіне қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Массамызды жақсылап араластырып, осындай аппақ болып, және де көпіршіктер пайда болуы керек, сонда жақсы көтеріледі. Және де оның үстіне бөлме температурасында айранымызды құйып, жақсылап тағы да араластыратын боламыз. Енді біз ұнымыздың үстіне разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып алып, және де ситаның көмегімен массамызға салып, біртіндеп сала отырып араластыратын боламыз. Жақсылап араластырыңыздар, комок қалып қоймасын, және де ең соңында сұйық майымызды құйып, тағы да майымыз сіңгенше араластыратын боламыз. Енді панкейктерімізді қызып тұрған табада пісіріп алатын боламыз. Бая отта пісірсеңіздер жақсы болып піседі, қызарып. Мінекей бізде осындай көпіршіктер пайда болуы керек. Сол кезде келесі жағына аударып, осылай пісіріп алатын боламыз. Оңай тәсілмен жасалған панкейктеріміз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Және де жұмсақ сондай болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де жасап көрсеңіздер, отзывын комментарияға жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Айдана. Келесі кездескенше сау болыңыздар. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін.